басқару ұйымы бұл оқушылардың өз құқықтары мен міндеттерін түсініп, қоғамдық өмірге белсене араласатын ұйым. Сайлау нәтижесінде құрылатын бұл ұйым оқушылардың тілек талаптарын, мәселелерін қарастырып, сол бойынша шешім қабылдайтын орган болып табылады. Әрбір қоғамның болашағы оның жастарымен байланысты. Мектептер бұл жастардың өз ойларын еркін білдіріп, азаматтық ұстанымдарын қалыптастыруға болатын алаң. Мектептегі сайлау жүйесі осы жолдағы маңызды қадамдардың бірі. Мен Абдурахман Қайрат, нөмірі 174 мектеп гимназияның мектеп президенттігіне үміткер. Өткен оқу жылында сіздермен бірге көптеген жетістіктерге жеттік. Мектебімізде құрылған клубтар туралы ақпараттар газет беттерінде тарады. Ал осы оқу жылында бізді қандай қызықты шаралар мен мәдени кештер күтіп тұр. Оқушының ойын басты назарға қойып, жаңа клубтар құрып, өткен оқу жылында құрылған клубтардың жұмысын жандандырып, ережесін қайта қарап, оқушылармен байланысты нығайтпақпыз. Мәдениет және өнер, Экология және еңбек, ақпарат, the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy. You're right, you're right. Take off my clothes. Oh, bless me, Father. Don't ask me why. You're right, you're right. баршаңызды маған дауыс беруге шақырамын. Газеттің жаңа нөмірін дайындайық, Мариям. Жақында халықаралық сайлау күні дейді, соған орай бір материал шығарсақ. Алло, саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе, апай? Бұл 174 баспасөз орталығы ма? Иә, бұл баспасөз орталығы. Біздің мектепте сайлау өтіп жатыр еді, соны мақала етіп шығара аласыздар ма? Аха, жақсы. Иә, біз осы материалды шығарайын деп отырмыз. Жақсы, рахмет, сау болыңыз. Сау болыңыз. Сайлау барысында оқушылар өз таңдауларын жасайды, ал жеңімпаздар мектептің өзін-өзі басқару ұйымында маңызды қызметтерді атқаратын болады. Ондай жүйе оқушылардың жауапкершілігін арттырып, белсенді азамат ретінде қалыптасуына мүмкіндік береді. Номер 174 мектеп гимназияның 2024-2025 оқу жылындағы мектеп президентіне үміткерлердің кандидатурасын қабылдау басталды. Мектеп сайлауының басты қағидаларының бірі әділдік пен ашықтық. Әрбір оқушы өзінің дауысы арқылы оқу орнының ішкі мәселелеріне ықпал ете алады. Осылайша, әрбір дауыс маңызды және бағалы болып саналады.
your royalty, Big Daddy. Know me when I am small, not when I am big. I will stumble over this. Call me sugar. I missed you yesterday, even when you said this is not the way. No more. Өзіңіз басқару ұйымы мектептегі маңызды құрылым. Ол оқушылардың мектеп өміріне белсене араласуын қамтамасыз етеді. Бұл ұйым түрлі іс-шаралар ұйымдастырып, мектептің тәртібі мен дамуына жауап береді. Оған сайлау арқылы келетін оқушылар топтары, яғни оқушылар кеңесі немесе мектеп президенті сынды бірқатар лауазымдар тағайындалады. Өзіңіз басқару ұйымының ең маңызды қағидаларының бірі оқушылардың өздерін дамытуға, көшбасшы болуға мүмкіндік алуы. Сайлау процесі осы мақсатта үлкен рөл атқарады. Себебі оқушылар өздерінің көшбасшыларын таңдаған кезде олар тек мектептің қызметіне ғана емес, өздерінің жеке тұлғалық қасиеттерін де дамытуға мүмкіндік алады. Сайлау бұл тек бір күнгі шара емес, ол бүкіл өміріне әсер ететін маңызды тәжірибе.